Ассалаумағалейкум достар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге бүгін біз Паскаль бағдарламалау тіліндегі if шартты операторы жайлы тағы да біз сөз қозғайтын боламыз. Бұған бірнеше себептер бар сөз қозғауымызға. Ең негізгі себептердің бірі, әрине бұл оператор Паскаль бағдарламалау тіліндегі негізгі операторлардың бірі болып табылады. Бұл оператор жайлы бір бейне сабақ менің ойымша аздық қылады. Сонымен бүгінгі осы бейне сабағымда осы if шартты операторына тағы да ардағым келіп отыр. Сонымен достар, өткендегі алған білімдерімізге қайтадан біз көз жүгіртіп еске салып өтейік. Жалпы if шартты операторының негізгі синтаксисі мынандай еді, естеріңізде болса. If қызметші сөзі бірінші, одан кейін бізде шарт кететін еді. Одан кейін then қызметші кілттік сөзі, одан кейін іс-әрекеттер. Бұл іс-әрекеттер мына жердегі шарттың ақиқаттығына байланысты орындалатын іс-әрекеттер еді. Яғни мына жердегі іс-әрекет ақиқат болса, онда бізде then қызметші сөзінен кейінгі іс-әрекеттер орындалатын еді. Естеріңізде болса, ал егер мына жердегі шарт жалған болатын болса, else қызметші сөзінен кейінгі іс-әрекеттер орындалады да, мына іс-әрекеттер бізде орындалмайтын еді. Әрине, if шартты операторы негізгі жалпы түрі осындай болғанымен, бізде естеріңізде болса, else қызметші сөзі бізде жазылуы міндетті емес деп айтқан болатынбыз. Әрине, бұлардан бөлек else қызметші сөзінен кейін қайтадан біз сіздермен бірге if шартты операторын қайтадан біз жалғастырып кете берулерімізге болады. Бұл негізінен осы біздің құрып жатқан бағдарламамыздың мақсатына сәйкес орындалатын дүниелер. Әрине, байқап тұрғандарыңыздай, бүгінгі біздің сабағымыз осы мәселелер жөнінде айтылатын болады, сөз қозғалатын болады. Себебі осы if шартты операторын қолданудың негізінен бірнеше тәсілдері бар. Әрине, біз бүгін осы if шартты операторын біз бірнеше бөліктерге боламыз. Яғни else қызметші кілттік сөзін алып тастайтын боламыз. If then және if then қызметші сөздерін ғана пайдаланып, осы түрін пайдаланатын боламыз. Одан кейін қайтадан else қызметші сөзін пайдаланамыз. Осы түрін, жалпы if шартты операторының осы түрін пайдаланатын боламыз бағдарламада. Одан кейін else қызметші сөзінен кейін қайтадан if шартты жалғастырып кетуге болады. Әрине, осы түрінде қарастыратын боламыз. Яғни қайсы кезде қолданғанымыз жөн. Бүгін осы жайында біз сіздермен бірге әңгіме қозғайтын боламыз. Сонымен жалпы мен бүгінгі тақырыптарды жоспарын жазып қойдым. Біз ең бірінші if then, жоғарыда айтып кеткендей, if then түрімен, if then бөлігімен, одан кейін if then else версиясымен, яғни нұсқасымен, одан кейін if then else if нұсқасымен сөз қозғайтын боламыз. Ал begin end бұл естеріңізде болса, бұларды біз бағдарламада блок деп атаған болатынбыз. Әрине, біз осы begin end қызметші сөздерін қай кезде қолданамыз, осы жайында да шамалы кеңінен сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі біздің осы бейне сабақтың мақсаты осындай болды. Сонымен біз бастаймыз, достар. Жоғарыда біз сіздермен if шартты операторын бірнеше бөліктерге бөлген болатынбыз. Ал қазір біз сіздермен сол бөліктердің ішіндегі if then бөлігімен жұмыс жасайтын боламыз. Әрине, бізге бұл орайда нақты бір мысал керек болады, яғни есеп. Ол есеп менде бар, дайындап қойдым. Әрине, осы есептің төңірегінде біз сіздермен бірге осы қалған бөліктермен де, осы бөліктермен де жұмыс жасайтын боламыз. Сонымен есептің шарты былай. Қарапайым есеп әрине. Пернетақтадан сан енгізілсін, енгізілген санның жұп сан екендігін анықтайтын бағдарлама құрыңыз. Осы берілген есеп. Енді Паскаль ABC ортасына ашайық. Көріп тұрғандарыңыздай мен бір айнымалы дайындап қойдым бағдарламада. Бағдарлама қандай мақсатта жұмыс жасайтыны жайлы түсініктеме беріп қойдым. Мына WriteLine немесе WriteLine операторының қызметін сіздер білесіздер. Жаңа ештеңе жоқ бағдарламада. Сонымен не дейді? Бағдарламаның шарты бойынша бізде бағдарламада пернетақтадан сан енгізілсін деп жатыр. Бізде бағдарламада пернетақтадан сан енгізетін оператор бізде readline операторы еді.
Осы операторды қолдану арқылы біз пернетақтадан санын енгізіп аламыз. Оның мәнін біз сан деген айнымалыға жазамыз. Ал енді есептің шарты бойынша біз енгізілген санның жұп екендігін анықтауымыз керек. Жалпы жұп сандардың өзіне келетін болсақ, достар, жұп сандар дегеніміз не? Жұп сандар жалпы біздің қарапайым түсінік бойынша негізінен тең де екіге жартыға бөлінетін сандар, яғни тең де екіге бөлінетін сандар. Ал оның мағынасына тереңірек үңіліп қарасақ, жалпы жұп сандар дегеніміз өзін екіге бөлген кезде, яғни сол санды екіге бөлген кезде қалдығы нөлге тең болатын сандар. Мысал үшін мен мысал ретінде мынандай екі санды алдым. Біріншісі 24, екіншісі 18. 24 санын екіге бөлген кезде бүтін бөлігі 12 болады, ал оның қалдығы байқап тұрғандарыңыздай 0 болады. Яғни бұл жұп сан. Сондай-ақ 18 деген санды екіге бөлген кезде бүтін бөлігі 9 болады, ал қалдық бөлігі бізде 0. Яғни жұп сан дегеніміз өзін екіге бөлген кезде қалдығы 0-ге тең болатын сандар. Енді осы жұп сандардың осы қасиетін пайдаланып біз бағдарламада енгізілген санның жұп сан екендігін анықтайтын боламыз. Естеріңізде болса, біз алдыңғы бейне сабақтарда сіздермен бірге санның қалдығын және бүтін бөлігін табу операторлары жайлы айтқан болатынбыз. Яғни div және mod операторлары жайлы. Бүгін біз дәл сол операторлармен, яғни нақтырақ айтсақ, қалдықты табу операторымен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни mod операторымен жұмыс жасаймыз. Сонымен, енді біз санды енгізіп алдық пернетақтадан. Ендігі кезекте санның жұп екендігін анықтайтын боламыз. Ол үшін біз шарт жазамыз. If, егер енгізілген санымыз жұп болса, яғни не деп жатырмыз? Қалдығы 0-ге тең болса. Қалдықты табу операторы біз білеміз. Mod операторы. Қаншаға бөлген кезде? 2-ге бөлген кезде. Қалдығы нешеге тең болса? 0-ге тең болса. Міне, біздің шартымыз осындай болады. Яғни енгізілген санды 2-ге бөлген кезде оның қалдығы 0-ге тең болса, олай болса, then есептің шарты бойынша не дейді? Жұп сан екендігін анықтайтын бағдарлама құрыңыз. Жалпы біз бүйтейік, экранға сөз шығарып көрейік. Енгізілген сан жұп сан деген, иә? Енгізілген сан жұп сан. Міне, орындап көрейік сіздермен бірге. Кез келген бүтін сан енгізіңіз. Мысал үшін бір бүтін сан енгізіп көрейік. Мысал үшін 4. Енгізілген сан жұп сан. Тағы да бір орындап көрейік. 8. Енгізілген сан жұп сан. Міне, достар, көріп тұрғандарыңыздай, біз бағдарламада if шартты операторының if then деген қысқаша, яғни бір нұсқасын пайдаландық. Қысқаша бір нұсқасын пайдаландық. Яғни біз бағдарламада else қызметші сөзін пайдаланған жоқпыз. Көріп байқап тұрғандарыңыздай. Яғни бұл деген сөз else қызметші сөзін бағдарламада пайдалану міндетті емес. Оны сіз бағдарламаңыздың мақсатына қарай сол кілттік сөздерді пайдаланатын боласыз. Яғни біздің бағдарламада байқап тұрғандарыңыздай, бағдарламаның мақсатына не деп айтты? Енгізілген санның жұп сан екендігін анықтайтын бағдарлама құрыңыз деді. Яғни сізге айтып жатыр, тек қана санның жұп екендігін ғана тап деп тұр, болды. Біз бағдарламада айттық, егер санның қалдығы 0-ге тең болатын болса, оның жұп сан екендігін экранға шығаратын бағдарлама құрдық. Басқа ештеңе жоқ. Яғни бағдарламада басқа ешқандай мақсат жоқ, болды. Бұл деген сөз басқа бізге жұп санның жұптығын анықтайтындығынан басқа жағдайлардың бізге керегі жоқ. Яғни санның жұп сан екендігін анықтайтындығынан басқа жағдайлардың керегі жоқ. Міне сол себепті біз жай ғана if then нұсқасын қолдандық. Сонымен, достар, енді біз сіздермен бірге осы if шартты операторының if, then, else нұсқасының жұмысын қарастырып көрейік. Оны қай кезде қолданамыз, жалпы сол төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз. Әрине, ол үшін бізге нақты бір мысал керек болады.
біз тақырыптан ауытқымай жаңағы мысал ретінде сол алдыңғы мысалды қолданамыз, әрине үстіне кейбір жаңа шарттардың қосылуымен. Яғни біз жаңа шарт қостық бағдарламаға, мысалға есепке. Ол мынандай: енгізілген санның жұп сан немесе тақ сан екендігін анықтайтын бағдарлама құрыңыз. Яғни алдыңғы бағдарлама тек қана жұп санды анықтаса, бұл бағдарламада біз тақ санды да анықтауымызға тура келеді. Сонымен есептің берілгенін біз талдап өтейік бағдарлама жазбас бұрын. Әрине біз жаңа жоғарыда айтып өттік, сандарды екіге бөлген кезде оның қалдығы нөлге тең болса, ол жұп сан болады деп. Ал енді дәл осыған бізде кері мағына шығады. Егер де санды екіге бөлген кезде оның қалдығы нөл емес, басқа сан болса, яғни басқа сан болса деп отқанымыз, бұл жерде нақтырақ айтсақ, бір болса деген сөз. Яғни санды екіге бөлген кезде оның қалдығы бірге тең болса, ол тақ сан болады. Міне мысал ретінде мен сізге келтіріп көрсетейін. Мен екі санды жазып қойдым мына жерде. Біріншісі 25, екіншісі 11. Сонымен 25-ті екіге бөлген кезде оның бүтін бөлігі бізде 12 болады, ал оның қалдығы бізде 1 болады. Яғни 12-ні екіге көбейтсең 24, оған бір қалдықты қоссаң 25 болады. Дәл сол сияқты 11-ді екіге бөлген кезде оның бүтін бөлігі 5, ал қалдығы 1 болады. Бұдан шығар қорытынды: егер санды екіге бөлген кезде оның бүтін бөлігі 0 болады, кешірім сұраймын, қалдық бөлігі 0 болатын болса, яғни қалдығы 0 болатын болса, ол жұп сан болып есептеледі. Ал соған қарама қарсы, яғни санды екіге бөлген кезде оның қалдық бөлігі 1 болатын болса, онда ол санды біз тақ сан деп атаймыз. Міне енді осы айтылғандарды біз бағдарламада қолданайық. Яғни бағдарламада енгізілген санның жұп немесе тақ екендігін анықтайтын бағдарлама құрайық. Міне Pascal ABC бағдарламалар ортасын ашайық. Жаңағы мынау алдыңғы бағдарлама, біздің құрған бағдарламамыз. Мен бұны сайтқа жүктеп қоятын боламын. Сол жерден өздеріңіз жүктеп алып пайдалана беретін боласыздар. Әрине енді бұл бағдарлама біз жаңа бағдарламаны құрайық. Себебі мынау бөлек бағдарлама. Бұл бағдарламаның коды да дәл осы бағдарламаның коды сияқты болады. Бұны көшіріп ала салайық. Міне, енді бұл жерде else кілттік сөзін қосатын боламыз. Сонымен біз білдік, егер санды екіге бөлген кезде оның қалдығы нөлге тең болса, ол жұп сан болады, ал қалған жағдайлардың бәрінде ол тақ сан болады. Дәл осы айтылғанды біз бағдарламада жазайық. Біз жазып қойдық, егер санды екіге бөлген кезде оның қалдық бөлігі нөлге тең болатын болса, ол жұп сан, ал қалған жағдайлардың бәрінде әйтпесе, демек әйтпесе деген сөз енді әрине қалған жағдайлардың бәріне деген сөз ғой. Яғни нөлден өзге жағдайлардың бәрінде ол тақ сан болады деген сөз. Онда біз экранға мына сөз шығарып көрейік. Енгізілген сан, енді бұл жерде жұп емес, қандай сан? Тақ сан. Міне бағдарламаның коды осындай болады. Орындап көрейік. Бірінші, мысал үшін 9 деген санды енгізіп көрейік. Енгізілген сан тақ сан. Дұрыс, тақ сан ғой 9. Мысал үшін 23. Енгізілген сан тақ сан. Міне бағдарламамыз жұмыс жасап жатыр. Яғни жұп саннан өзге жағдайлардың барлығы тақ сан болып есептеледі. Егер енгізілген санның қалдық бөлігі нөлге тең болса, онда жұп сан, әйтпесе деген сөз қалған жағдайлардың барлығы тақ сан болып есептеледі. Міне достар, міне осындай біздің мысал. Әрине енді бұлардың барлығы негізінен уақыт өте келе тәжірибемен келетін нәрселер. Егер сіздер көп есеп шығаратын болсаңыздар, бұның түбіне сіздер жетесіздер. Қай кезде қайсын қолдану керектігін айнытпай, бұлжытпай сіздер ажырата алатын боласыздар. Әрине бұлардың бәрі алдыңыздан шығатын болғандықтан мен сіздерге бұлардың бәрін қысқаша бір көмек ретінде айтып жатырмын. Ертең алдарыңыздан кездесіп қалса, сіздерге осы мәселені шешуде сәл де болса пайдасы тиеді деген ойдамын. Міне осы айтқым келгені. Енді біз сіздермен бірге if шартты операторының if, then, else, if нұсқасымен
нұсқасы жайлы бір-екі ауыз сөз қозғап өтсек. Енді бұл нұсқаны қай жерлерде қолданған дұрыс? Жалпы бұл if шартты операторының бұл нұсқасын көбінесе таңдау шарты көп болған жағдайда қолданған дұрыс. Міне көріп тұрғандарыңыздай біз сіздермен қазір қарапайым бір мысал ретінде бір менюді жасап көрейік. Сол кезде сіздерге түсінікті болады. Әрине, бұл енді профессионал меню болмауы мүмкін, бірақ қарапайым осы шартты операторды түсінуге, шартты операторның осы нұсқасын түсінуге себебін тигізуі мүмкін. Енді сонымен бізде бірінші көріп тұрғандарыңыздай сіздер мына әрекеттердің бәрін білесіздер, мына қарапайым экранға шығару операторлары. Менде номер деген бір бүтін типті айнымалы бар, соны мен мынау енгізіп жатырмын. Яғни readline оператор арқылы клавиатурадан пернетақтадан енгізіп аламыз. Енді сол енгізілген мәнді тексереміз. Яғни бізде бір мән енгізілсе, менің парақшам, яғни өзіңіздің, мысал үшін мынау ВКонтакте әлеуметтік желісін алайықшы, соны мысал ретінде алайық. Бір сан енгізілсе, сізде өзіңіздің парақшаңыз шығу керек. Яғни номер бірге тең болатын болса бірге, олай болатын болса экранға шығу керек. Өзіңіздің ВКонтактедегі неңіз, мысалы үшін менің жеке парағым Ерғали Арнов. Енді бұдан осыдан кейін не кетеді? Енді осыдан кейін біздің бүгінгі осы бағдарламаны жазудағы негізгі мақсатымыз else қызметші сөзі, одан кейін барып қайтадан if оператор кетеді. If, енді екінші вариантын тексереміз. Екінші нұсқасын номер нешке тең болса, яғни таңдау уже бірден асып кетеді, яғни көп болып кетеді бізде таңдау. Номер 2 болатын болса, онда бізде номер 2 бізде не өзі? Бізде ол менің достарым. Сіздің достарыңыз шығу керек. Мысалы үшін кім деп достарыңыз? Мысалы үшін Роналдо болсын, сіздің достарыңыздың тізімінде. Роналдо, Месси, Неймар, және тағы басқа. Осылар сіздің тізіміңізде бар деп істейік. Енді ода әйтпесе, яғни номер 2-ге тең болмаса деген сөз. Әйтпесе, егер номер 3-ке тең болса, олай болса, экранға шығару керек. Нені? Менің әуендерім. Сіз қандай әуендер тыңдайсыз мысал үшін? Мысал үшін Келвин Харристің әуендері. Келвин Харрис. Тағы кім бар? Есіме ешкім түспей тұр. Өлең тыңдамағалы шынын айтсам көп болды. Мысал үшін Бурақ Ерер. Тағы сол сияқты. Әйтпесе, яғни 3-ке де тең болмаса. Әйтпесе, if номер тең болса, менің бейне жазбаларым, яғни 4-ке. 4-ке тең болса, олай болатын болса, экранға шығару керек. Мысалы үшін, қандай бейне жазбаларыңыз болуы мүмкін? Мысалы үшін, әртүрлі клиптер, әртүрлі футболдың финттері, мысалы үшін, мен жазып қояйын, финты, мысалы үшін, Роналдо, финты Месси, тағы басқа сияқты. Міне, осындай жағдайларда if шартты операторының осы түрін қолданған жөн. Яғни, бізде таңдаудың бірнеше түрлері бар. Яғни, таңдау бізде көп, шарт көп бізде. Яғни, біздің енгізген нөміріміз 1-ге тең болуы мүмкін, ол жағдайда бізде менің жеке парақшам шығады. Ал 2-ке тең болса, ол жағдайда менің достарым шығады. Ал 3-ке тең болса, ол жағдайда менің тыңдайтын әуендерім шығады. Ал 4-ке тең болса, онда ол жағдайда менің бейне жазбаларым шығатын болады. Мысалы үшін, осыны орындап көрейік енді. Мен бірді таңдап көрейін. Менің жеке парақшам Ерғали Арнов. Жақсы. Мысалы үшін, енді 2-ні таңдасақ, менің достарым Роналдо, Месси, Неймар. Енді бұл жерде не болады? Енді жұмыс принципіне өңіліп көрейік. Егер сіз 2 сан енгізсеңіз, бірінші номер 1-мен тексеріледі, ол дұрыс болмаса, енді ақиқат емес жалған ғой. 2, мына жерге 2 келеді, 2 тең 1.
яғни жалған болғандықтан else қызметші сөзінен кейінгі іс әрекетке беріледі. Қайтадан if, қайтадан бізде тексеру шартты қайтадан тексеру жүреді бұл жерде. Егер енгізілген мән 2-ге тең болса, яғни 2 2-ге тең, ол жағдайда бұл деген сөз экранға мынау шығады деген сөз. Яғни менің достарым. Олар кімдер? Роналдо, Месси, Неймар. Иә, армандаппыз. Арманға айып жоқ дейді ғой. Міне, осылай жұмыс істейді бағдарлама. Сонымен, егер сізде бағдарламада шартыңыз өте көп болатын болса, міне осы if шартты операторының осы нұсқасын қолданғаныңыз дұрыс болады. Әрине, жоғарыда айтқанымдай бұлардың бәрі негізінен уақытпен келетін тәжірибелер, уақытпен келетін нәрселер. Егер де сіз бағдарлама өте көп жазатын болсаңыз, осы операторларды бірінен соң бірін қолданып көріңіз. Міне сол кезде сізге түсінікті болады, қай кезде қай оператордың қолданған жөн. Яғни if шартты операторының қайсы нұсқасын қай кезде қолданған жөн, сізге барлығы да түсінікті болады. Енді достар, ең соңғысы сіздермен бірге begin, end қызметші сөздерінің қай кезде қолданылатыны жайлы айтып кетейік осы шартты операторда. Жалпы тағы да нақты бір мысалға жүгінеміз. Тура бағанағы есеп, бірақ та енді бұл жерде есептің тағы да шартын өзгертейік. Сол есеп, яғни пернетақтада сан енгізілсін. Енді бұл жерде айтылатын нәрсе енгізілген санның жұп сан немесе тақ сан екендігі анықталсын, және сол сан экранға шығарылсын деп отыр. Демек, бұл жерде бізде жұп сан екендігін немесе тақ сан екендігін анықтау керек. Яғни одан бөлек екі жағдайда да олар жаңағы сол енгізілген сан экранға шығарылу керек. Демек, бұл жерде бізде бірнеше іс әрекет орындалайын деп тұр. Яғни бір шартқа бірнеше іс әрекет тәуелді болайын деп тұр. Міне сол кезде бізде begin, end қызметші сөзін пайдаланамыз. Мысалы үшін мен жаңағы екінші бағдарламаны ашайын. Бұл бағдарламаларды мен сайтқа жүктеп қоямын, сол жерден жүктей аласыздар. Демек, мынау екінші бағдарламамыз еді, естеріңізде болса. Енді осы жерге бізде айтып жатыр бағдарламада жұп сан немесе тақ сан екендігі анықталсын, және одан бөлек енгізілген сан экранға шығарылсын дейді. Демек, бізде сан деген айнымалыны біз экранға шығарамыз. Ол деген сөз, міне, енгізілген сан жұп сан деген хабарлама экранға шықты. Бұдан бөлек не дейді? Жұп сан болса да, тақ сан болса да экранға шығарылсын дейді. Демек, біз экранға шығарамыз нені? Сан деген айнымалыны, иә? Сан деген айнымалыны. Дәл осы іс әрекет мынау тақ санға да тиісті. Тақ сан болса да, жұп сан болса да экранға шығар деп отыр. Енді бұл жерде не болады? Мен астына түсіріп жаза салайыншы, сәндік әдемілік үшін. Сыймай қалайын деп тұр. Else қызметші сөзінде мына жаққа түсіре салайын. Демек, бұл жерде не жүреді? Енді бұл жерде мен қазір орындап көрейін. Міне. Иә. Сізде ойлап тұрғандарыңыздай, мысалы үшін else қызметші сөзінің алдында нүктелі түр болмау керек. Жарайды, осыны қойып көрейін мен қазір. Алып тастап көрейін, не болады екен. Бірақ сонда да бізде қателік беріп жатыр. Бұл қателікті, яғни қателік айтып тұр, нүктелі түр қойылу керек деп жатыр, былайша айтқанда. Ал қойсақ, қайтадан қателік шығып тұр. Яғни нүктелі түр жалпы қойылмау керек деп тұр. Бұның сыры неде? Бұның сыры мынада. Демек, бізде егер мына жердегі орындалатын шартқа бірнеше іс әрекет тәуелді болатын болса, міне, бірнеше іс әрекет, екі іс әрекет тұр ғой. Онда оларды біз begin, end қызметші сөзінің арасына алып жазуымыз керек. Begin және де end. Міне. Яғни бізде бірнеше іс әрекет деп отқанымыз мынау. Жұп санды ғана қарастырайықшы, жұп сан екендігі анықталсын, және сол сан экранға шығарылсын деп отыр. Демек, жұп сан екенін біз анықтадық мына жерде, енгізілген сан жұп сан деген хабарлама шығару арқылы. Және соның жанына сол санды біз шығарып жатырмыз. Демек, бізде мына шартқа мына шарттың ақиқат бөлігіне екі іс әрекет тәуелді болып тұр. Сондықтан да бұларды біз begin, end қызметші сөзінің арасына жаздық. Әрине, end сөзінен кейін нүктелі түр болмайды, себебі else-ның алдында нүктелі түр болмау керек. Енді дәл осы айтылған нәрсе мынау else ден кейінгі екі іс әрекетке де тиесілі. Begin және де қандай? End. Бірақ endтің соңына нүктелі түр қойылу керек. Міне,
осындай іс әрекеттер. Енді орындап көрейік. Кез келген бүтін сан енгізіңіз. Міне ешқандай қателік шығып тұрған жоқ. Мысалы үшін 7. Енгізілген сан тақсан, сол сан экранға шығарылды ма? Шығарылды. Өте дұрыс. Ал енді жұп сан енгізіп көрейік. 8. Енгізілген сан жұп сан, сол сан экранға шығарылды. Міне, begin end қызметші сөзінің қызметтері осындай. Әрине, begin end сөзінің бұл шарттан басқа, шартты операторда қолданудан басқа да жерлерде қолданылады. Мысалы үшін циклдарда, мысалы үшін функция мен процедуралардың денелерін сипаттаған кезде оның қолданылатын жері өте көп. Сол үшін әлі begin end жайлы біз алдағы уақытта талай сөз қозғайтын боламыз. Негізінен шартты операторға айтып кететін жері осы еді, достар. Сонымен, достар, сіздерге сәттілік тілейміз. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз осымен өз мәресіне жетті. Көріңіздер, зейін салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны көп бағдарлама жазып көріңіздер, көп практикалық жұмыс жасаңыздар. Әрине, бұлардың бәрі уақытпен келетін нәрселер. Бірдестен бұлардың бәрі сізге басыңызда қона қоймауы мүмкін. Сонда да сіздер берілмеңіздер, бәрі жақсы болады. Достар, сіздерге сәттілік тілеймін. Мен де жатайын, ұйықтайын, түнгі сағат 3 болды. Сіздермен бірге болған мен Ерғали Арынов. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар, достар.